Сонымен бүгінгі сабақта біз физиканың механика деген саласына кіреміз. Механика деген саласы бұл физиканың бір саласы, басқа да салалар сияқты бір саласы. Бұл механикада біз қандай салаларды білеміз? Мысалы физика бұл үлкен ғылым ғой. Оның ішінде физиканы механика деген бөлімі бар, немесе оптика деген бөлімі бар, немесе кванттық физика деген бөлімі бар. Және осылай кете береді, үлкен бөлшектер бар. Механика деген бұл бір ғана саласы. Бұл сала өздігінен статика, бірінші кинематика және динамика, статика деп бөлінеді. Үш бөлікке бөлінеді. Үш нәрсе. Механиканың үш түрлі характеристикаларын, үш түрлі нәрселерін зерттейтін болады. Біз дәл қазір кинематиканы бастайтын боламыз. Бұл кинематика деген саласы дененің қозғалысын, геометриялық қасиеттерін және қозғалыс туралы зерттейтін бір саласы. Кинематиканың өзі ілгерілемелі қозғалыс және айнымалы қозғалысты зерттейді. Яғни қозғалыс екіге бөлінеді. Ілгерілемелі қозғалыс және айнымалы қозғалыс болып. Біз дәл қазір ілгерілемелі қозғалыстан бастайтын боламыз. Өйткені айнымалы қозғалыс кішкене күрделілеу. Бірінші айнымалы қозғалысты түсіну үшін ілгерілемелі қозғалысты түсінуіміз керек. Ілгерілемелі қозғалыстың өзі бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы болып бөлінеді. Бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы. Мұна нәрсені түсіндіңіздер деп ойлаймын. Жай ғана физика бар, оның көптеген салалар бар. Механика деген саласында механика үшке бөлінеді. Кинематика, динамика, статика. Әрқайсысы әр нәрсені зерттейді. Кинематикада қозғалыс зерттесе, динамикада күштер және басқа нәрселер, статикада күштер тепе-теңдікте болған кезде және басқа өзінің ерекшеліктері бар, осыларды зерттейді. Ал кинематиканың өзі, кинематика қозғалыс зерттейді. Ол кинематикада қозғалыс екіге бөлінеді. Ілгерілемелі қозғалыс және айнымалы қозғалыс. Біз қазір ілгерілемелі қозғалысты өтеміз. Ілгерілемелі қозғалыс бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы болып екіге бөлінеді екен. Сонымен бір қалыпты қозғалыс туралы айтайық. Бір қалыпты қозғалыс. Аты айтып тұрғандай, бір қалыпта болады, ешқандай жылдамдық асырылып немесе кеміп кетпейді. Бір қалыпта қандай жылдамдықпен келе жатыр, дәл солай жылдамдықпен жалғаса береді. Бұны басқаша үдеу нөл болған кездегі қозғалысты айтамыз. Үдеу нөл. Үдеу дегенді білетін шығарсыздар. Үдеу бұл жылдамдықтың асып немесе кеміп кетуіне әсер ететін бір фактор. Сонымен бұл қалай? Мысалы, бір машина бар дейік. Қандай бір машина бар? Бұны бір адам айдап келе жатыр. Мына жерде жер. Бастапқы жылдамдықты мен V0 деп белгілеймін. Бастапқы жылдамдық V0 5 метр секунд. Және бір жол жүреді екен. Бір X деген жол жүреді. Осы бір бастапқы жылдамдық 5 метр секундпен ол 3 секунд жол жүреді. 3 секунд жол жүреді. 3 секундтен кейін шамамен осы жерде болады ғой. Осы жерде болады деп айтайық. Мына жерде машина бар.
жаңағы 3 секундтан кейінгі машина. Бастапқы жылдамдық 5 метр секунд, бұның соңғы жылдамдығы да 5 метр секунд болады бір қалыпты қозғалыста. Неге? Өйткені бір қалыпты қозғалыс. Бұл жерде үдеу нөлге тең, бастапқы жылдамдық қандай болса, соңғы жылдамдықта сондай болады. Барлық жолдағы, барлық жүрістегі, барлық өзінің траекториясындағы, жүрген жолындағы жылдамдықтың барлығы 5 метр секундқа тең болады. Бір қалыпты қозғалыс. Енді бір X деген жолды жүрдік өтті ғой. Бұл X-ті қалай табамыз? Жай ғана мына формуланы біліп алуларыңыз керек. S тең V T. Мына бір формула жалпы кинематиканың ең маңызды формуласы. Дәл осы формуладан барлық формула шығады. Дәл осы формуланы түрлендіріп қалған ілгерілемелі қозғалысында, айнымалы қозғалысында формулалары осы формуладан шығады. Сонымен S тең VT деген формуламен бұл дәл қазір бір қалыпты қозғалысқа қолданып көреміз. S бізде X қой. S бізде X және V бізде 5 метр секунд. Көбейтілген T 3 секунд. Уақыт 3 секунд. Сонда X бізде 15 метр. X-тің 15 метр екендігін таптық. Бұл ілгерілемелі қозғалыс. Ілгерілемелі қозғалыстағы бір қалыпты қозғалыс. Бұның графын сызып көрсетейік. Графты да сызып, графты да оқи алу бұл өте керекті нәрсе. Бұл кез келген жерден алдарыңыздан шығатын болады. Мысалы, мынау X және T графы деп берсек, бір қалыпты қозғалыста бұл андай ұзын сызық болады. Графы осындай ұзын сызық болады. Ал V және T деген графта бір қалыпты қозғалыс болған үшін бізде V өзгермейді, жылдамдық өзгермейді. Демек, мынадай жылдамдығы өзгермейтін, бір жылдамдықта до конца баратын, уақыт бойынша до конца баратын түзу сызық болады. Бұл бір қалыпты қозғалыста. Енді бір мысал шығарайық. Қандай мысал? Тағы да бір мынадай мысал шығарайық. Жай ғана кішігірім мысал. Бір машина бар дейік тағы да. Бұл машина V 50 метр секундпен жүреді. Жер мынау 1 километр жолды 50 метр секундпен қанша уақытта жүріп өтеді? Т қанша болады? Осын табу керек. Бұл бір қалыпты қозғалыста. Бір қалыпты қозғалыста біз білеміз, нені білеміз? V өзгермейтін, мына жердегі V барлық кезде V 50 метр секунд болады. Бір қалыпты қозғалыста біз білеміз S тең V T болатын. Бізде S белгілі, бұл бізде 1 километр. V белгілі 50 метр секунд. T-ны табуымыз керек. Мына жерден 1-ді 50-ге бөліп, сразу таба алмаймыз. Неге? Өйткені біз алдында өттік халықаралық стандарттар бойынша біз өлшем жүйемізде біркелкілік болу керек, біркелкілік стандарт болу керек. Әйтпесе біз мынаны километр деп алып, мынаны метр секунд деп алсақ, жауабымыз дұрыс болмайды. Сондықтан мынаны бірінші метрға өзгертіп алуымыз керек. Естеріңізде болса, метр, секунд, килограмм, осы үш нәрсені жаттап алуымыз керек.
кез келген есеп шығарар кезде осы өлшем бірліктеріне айналдырып алып қана шығаруымыз керек. Әйтпесе есебіміз дұрыс болмай шатасып кетеміз. Сонымен 1 километр дегеніміз бұл 1000 метр. 1000 метр. 50 метр секунд. Көйлеген та. Өлшем бірліктеріміз дұрыс. Жай ғана 1000-ды 50-ге бөлеміз. Сол кезде тымыз 20 секунд шығады екен. Сонымен 1 километр жолды 50 метр секунд жылдамдықпен жүріп өту үшін мына машинаға 20 секунд керек болады екен. Жазып үлгере алмай қалсаңыздар, паузаны қойып жазбасаңыздар болады, болмаса мен бұлардың барлығын телеграмға салып қоятын боламын, сондықтан ешқалай ойымдамай әрі қарай мені тыңдай берсеңіздер болады. Енді жаңағы есепті графқа сызып көрейікші, қалай болатынын. Біз мына графты өттік қой жаңағына. В және Т графын. Бізде 50 метр секунд болды, дұрыс қой. 50 метр секундпен қанша секунд уақыт жүрді, ол жаңа біз таптық Т-ның 20 секунд екен. Примерно мына жерде 20 секунд бар деп ойлайық. Мен дәл алған жоқпын. 20 секунд бар деп ойлайық. 50 метр секундпен 20 секунд жүреді. Бір қалыпты қозғалыста графымыз түзу болады. Осындай жол жүрді, дұрыс қой. Енді мынаның ауданы, мына бір аудан бізде жолды береді. Неге? Өйткені мына бір аудан А деп алсақ, ауданда В көбейту Т болады ғой. Мынау В, мынау Т болса, мына бір аудан В көбейту Т. Бізде В көбейту Т оған қоса S екенін білеміз. Жаңағы X екенін білеміз. Демек, кез келген граф берілсе, осындай граф арқылы да біз арақашықтықты тауып ала алады екенбіз. Жай ғана В көбейту Т мына бір аудан тауып аламыз. Мына төртбұрыш, мына төртбұрышты мына жерге алып келдім. Мынау 50. Мына жерден мына жерге дейін. Мына жерден мына жерге дейін, мына жерден мына жерге дейін 20. Төртбұрыштың ауданы 50 көбейту 20-ға тең. Ол 1000-ға тең. 1000 метр. Біздің есептеулеріміз дұрыс шыққанын байқауға болады. Кез келген граф есепті көрген кезде одан қорықпау керек. Жай ғана міне аудан арқылы тауып алдым. Бұл тек қана біркелкі жаңағы ілгерілемелі қозғалыс, бір қалыпты қозғалыста ғана емес, барлық кинематиканың қозғалыстарында осылай табылады. Орташа жылдамдық туралы айтайық. Орташа жылдамдық. Орташа жылдамдық деген не нәрсе? Тағы да бір машинаны алайық. Өйткені бір машина алайық. Бір жол дейік. Мынадай ұзын жол. Бір трассаны алайық. Мысалы, трасса деп елестетіңіздер. Мына жерге дейін, мына жер А нүктесі. Мына жер Б нүктесі болсын. Мына жер С нүктесі болсын мысалы. Мына бір қашықтық, бұл бізде S1 болсын, бұл бізде 100 метр болсын. Және осы жолды мына бір машина 10 метр секундпен жүріп өтеді. 10 метр секундпен. Мына бір жол болсын, Адан Б-ға дейін, бұл машина 10 метр секунд емес, бұл жолы 20 метр секунд, 40 метр секундпен жүріп өтеді деп алайық. Және бұл жол 200 метр.
яғни адам б-ға дейін 200 метр. Б-дан с-ға дейін 100 метр деп алайық. С3 деп алайық, 100 метр. Және бұл жолды машина 20 метр секундпен жүріп өтеді деп айтайық. Осы кездегі орташа жылдамдық қаншаға тең? Орташа жылдамдық табу үшін барлық жолды қосып, одан барлық уақытты азайтамыз. Мына бір сигма деген белгіден қорқып кетпеңіздер. Сигма деген жай ғана барлығының қосындысы дегенді белгілейді. Барлығының қосындысы. Яғни, мысалы, сигма S десем, бұл демек S1 плюс S2 плюс S3. Бізде қанша S бар, солардың барлығының қосындысы деген белгі. Мысалы, сигма T десем, T1 плюс T2 плюс T3. Бізде T3 болады ғой, қазір. Осы жерден 3-ті шығарып аламыз. Енді біз нені білеміз? S тең VT екенін білеміз. Осы S тең VT мен әр мына жерден A-ға дейінгі уақытты, адам B-ға дейінгі уақытты, B-дан C-ға дейінгі уақытты тауып алуға болады. S1 тең V1 T1. Дұрыс қой. S1 бізде 100 метр. V1 бізде 10 метр секунд. Көбейту T1. T1 қанша болады? T1 бізде демек 10 секунд болады екен. Дәл сол сияқты S2 тең V2 көбейту T2. S2 бізде қанша болады? 200 метр. V2-міз бізде 40 метр секунд. Және T2-ні табу керек. T2 демек 200-ді 40-қа бөлеміз, 5 секунд. S3 тең V3 көбейту T3. S3 бізде 100 метр. Біз олардың барлығын берілген нәрселер. V3 бізде 20 метр секунд. T3 демек T3 100 бөлу 20 5 секунд. 5 секунд. Енді мына бір формулаға жай ғана қоя саламыз. Бізде T-ларымыз бар, S-теріміз бар, S-теріміз берілген 100, 200, 100. T-ларымыз 10, 5, 5. V орташа. Сигма S бөлінген сигма T. Барлық S-тер бөлінген барлық T-лардың қосындысы. Барлық S-тердің қосындысы 100 плюс 200 плюс 100. Барлық T-лардың қосындысы 10 плюс 5 плюс 5. 10 плюс 5 плюс 5. 100 плюс 200 плюс 100 бізде 400-ға тең. 10 плюс 5 плюс 5 бізде 20-ға тең. Сонымен 20 метр секунд екен. Біз орташа жылдамдықты тауып алдық. Мына бір жерден С нүктесіне дейінгі орташа жылдамдық бізде 20 метр секундқа тең екен.